Excel бағдарламасында бір ұяшықтың ішіндегі сөздерді келесі жолға орналастырудың бірнеше жолдары бар. Бірінші жолы бұл қарапайым пайдаланылып жүрген переносить по словам командасын пайдалану. Ол үшін тақырыптарды белгілеп алып, главное деген лафтың ішінде бір абнебенеге басып, ішінен переносить по словам галочка қойып, окей бет командасына басамыз. Сол кезде бізде сыймай тұрған сөздер келесі жолдарға орналасады. Егер де ячейканың ширинасы үлкейтетін болсақ, онда ол сыйып тұрса, келесі жолға орналаспай, бір жолға орналасады. Тек қана сыймай тұрған кезде ғана ол келесі жолға перенос жасалады. Енді екінші вариантын қарайық. Бұл жерде біздер егер сөз ұяшыққа сыйып тұрса да келесі жолға орналассын деп сондай мақсатымыз болса, онда келесі жолға түсіретін сөздің алдына курсорды қойып, клавиатурадан Alt деген клавишаға басып тұрып, Enter кнопкасына басамыз. Сол кезде бізде келесі жолға курсордан кейінгі сөз келесі жолға түседі. Сол сияқты әрбіреуіне келесі жолға түсіретін сөздің алдына курсорды қойып, Alt кнопкасын басып тұрып, Enter кнопкасына басамыз. Осылайша сөздерді келесі жолға түсіре аламыз. Бұл жағдайда егер де ширинасын столбецін үлкейтсек те, кішірейтсек те, біздің сөзіміз осы күйінде орналасады. Енді үшінші варианты бұл формула арқылы ұяшықтардағы информацияларды біріктіру. Мысалы, көбіне 1-тен көшірілген файлдарда тақырыптары бірнеше жолға орналасуы мүмкін. Ал бізге көптеген сводный таблица, басқа да формулаларды пайдаланған кезде бір тақырыптардың бір ұяшықта болғаны маңызды. Ол үшін формуланы пайдалануға болады, біріктіретін. Ол үшін тең болады, формуланы енгізу үшін тең боладының белгісін саламыз. Формуламызды жазамыз, степит деген. Ондай формула бар бізде, мына жерге көрсетіп тұр подсказка. Жақшаны ашамыз. Параметрлерін енгіземіз. Мына жерде көрсетіп тұр текст 1, текст 2 деп бірнеше тексттерді көрсетуіміз керек. Бірінші текстіміз біздің тауардың деген сөз. Соған біз мышкамен басқан кезде осы формуланың ішіне сол ячейканың адресі жазылады. А колонкасы 9-шы жол деген. Келесі параметрді енгізу үшін бізде үтір нүкте белгісін салуымыз керек. Үтір нүкте белгісін саламыз. Егер де бірден келесі ұяшықтағы сөзге басатын болсақ, онда мына строка формуладан да қарауымызға болады. Келесі ұяшықтың адресі жазылады, және үтір нүкте белгісін салып, үшінші ұяшықтағы көрсетіп, жақшаны жабатын болсақ, және Enter деген кнопкаға басып формуланы енгізсек, біздерге онда сөз бір-біріне жалғасып шығып тауардың аты деп. Егер де біз араларына пробел белгісін қоюымыз керек болса, онда бірінші сөзге көрсеткеннен кейін кавычка белгісін саламыз, пробел қоямыз, және кавычканы тағы да саламыз. Бұл бізде бірінші тауардың деген сөз шығады, сосын пробелдің белгісі шығады дегенді білдіреді. Келесі аты деген шығады, одан кейін тағы да пробел қоямыз, кавычка қойып, сосын келесі сөз. Біз келесі сөз бос болса да неге көрсетіп жатырмыз? Себебі біздің соңғы ұяшығымызда үш сөзден тұрады. Сондықтан формуламыз дұрыс болу үшін, егер бос болса да сол ұяшықта көрсетіп кетеміз. Enter кнопкасын бассақ, бізге онда арасына пробел белгісін салған дұрыс шығады. Егер де біздер пробел бір жолда тұрмасын, келесі жолға түсіп тұрсын аты деген сөз деп ойласақ, сондай мақсатымыз болса, онда пробелдің орнына символ 10 деп жазамыз. Бұл символ 10 деген бізге мына Alt Enter'дің рөлін атқарады. Ол кезде біздің келесі сөзіміз келесі жолға түсіп тұрады. Қалған ұяшықтарға осы формуланы көшіреміз. Ол үшін формула тұрған ұяшыққа тұрып, бұрышында мынандай крестик белгісі пайда болған кезде басып жібермей жүріп, келесі ұяшықтарға көшірсек, бізде әрбір формула өзінің тұсындағы сөздерді бір ұяшыққа біріктіріп береді. Бірақ мына формулалар бізде ішінде строка формулада қарайтын болсақ формула тұр. Бізге осыны енді сөзге айналдыру үшін белгілеп алып, осы ұяшықтарды оң жақ кнопкасына басып, копировать командасына басамыз. Сол бойда осы белгіленіп тұрған уақытында оң жақ кнопкасына басып, значение мына 1, 2, 3 деген кнопкаға басамыз. Немесе специальная ставка дегенге кіріп, значение дегенге басуымызға болады. Сол кезде біздің формуламыз кетіп, ішінде мына сөздер
тұратын болады. Содан кейін барып біздер мына тақырыптарды керек емес алып тастауымыз да болады. Осылайша тақырыптарды егер бөлек-бөлек ұяшықтарда орналасқан болса, осы формула арқылы біріктіре аламыз.